Бәріне сәлем, бүгін біз көздің рефракциясын өтетін боламыз. Рефракция сындыру деген мағынаны білдіреді. Оптикалық жүйенің сындыру күші. Яғни көзде бізде қабылдағыш және де өткізгіш мүшелер болады. Өткізгіш мүшелерге көздің қасан қабығы, көз бұршағы, шыны тәрізді дене жатады. Ал қабылдағыш бөліміне біздегі сарыдақ жатады. Енді көздің диоптрийлеріне келетін болса, қасан қабық 40-42 диоптриді, көз бұршағы бізде 18 диоптриді құрайтын болады. Бағанағы көздің алдыңғы ылғалды камерасы 1 диоптри, шыны тәрізді дене 1 диоптри, жалпы орташа 60 диоптриді құрайды. Бұл жасқа байланысты өзгеріп отырады, яғни жаңа туылған нәрестеде 80 диоптри болып, кейін жасқа байланысты ересек қалпында 60 диоптриға келетін болады. Көздің қалыпты көруі, яғни эметропия деп аталынады. Көздің сындыру күші мен оптикалық өсі ұзындығының ара қатынасы бірдей болған кезде, яғни келген жарық бар бізде сарыдаққа түсетін болса, ол бізде эметропия деп аталынады. Ал осы көздің сындыру күші мен оптикалық өсінің ара қатынасының бұзылысы бізде аметропия деп аталынады. Аметропияға бізде миопия мен гиперметропия жатады. Миопия дегеніміз, мына жарық бізде сарыдаққа келіп түсетін болса, ал миопия кезінде жарық келіп сарыдаққа жетпей түсетін болады. Ал гиперметрия кезінде керісінше ол асып кетеді, яғни сарыдақтан ары қарай өтіп кетеді. Бізде миопия кезінде жақыннан көру жақсы, бірақ алыстан науқас көре алмайды. Ал керісінше гиперметропия кезінде ол алысқа түскендіктен адам алысты жақсы көреді, жақыннан көруі нашарлайды. Мінекей, эметропия қалыпты сарыдаққа түсіп тұр. Гиперметропия асып кетеді. Миопия жетпей қалады, ал астигматизм кезінде ол шашыраңқы болып түседі. Негізі мына суреттің жерден тоқтау керек. Гиперметропия мен миопияның мына суретте орны ауысып кеткен, қателесіп кетіп жүрмеңіздер. Мынау миопия емес, мынау гиперметропия болу керек, ал мынау миопия жетпей қалғандығы. Енді қылилық. Қылилық жалпы бұл көздің бұлшық еттеріне байланысты. Бізде 3-4 нервтер осы көздің бұлшық еттерін, 3-4-6 бұлшық еттер көздің бұлшық еттерінің қарауын қамтамасыз етеді. Яғни гипотропия көздің ішке қарай, төмен қарай ауысуы, гипертропия көздің жоғарыға, экзотропия көздің сыртқа, эзотропия көздің ішке қарай бұрылып кетуін айтамыз. Келесі бізде конвергенция. Конвергенция дегеніміз алшақтатылған заттан жақын затқа қарауды ауыстырған кезде көру сызығының арасындағы бұрыштың күшеюі. Яғни мына жақта зат тұрса, көру тіке қарап тұрады. Затты жақындатқан сайын бізде бұлай келіп көру бұрышының азайғандығын көреміз. Көздің тексеру әдістеріне ең бірінші біз жиі тексерілетін ол Сивцев каналы. Мынау Сивцев каналы. Екі көзді кезек жұмып тексереді. Астан қарағанда бізде 3-4 қатар жақсы көрінсе, қалыпты көру өткірлігі деп саналынады. Визометрия әдістері. Одан кейін бізде контакты көздің қысымын өлшеу, тонометрия деп аталынады. Яғни бұл Маклаков 10 грамм әдісімен көзге осы затты қояды, кейін оны алып қағазға басады. Қағаздағы домалақ өлшемімен адамның көздегі қан қысымын өлшейді. Немесе контактты емес әдісі арнайы аппаратқа көзге ауа жіберу арқылы көздің давлениясын өлшейді. Көбінесе бұл глаукома кезінде өлшеніледі.